Сәлем достар, сіздермен бірге Айжан Кербесова және де менің арнама қош келдіңіздер. Алдымен бұл видеомды сіздерге рахмет айтудан бастағым келіп отыр, өйткені менің алдынан бері осылай толк влог дейді ғой, сондай әңгімелесетін, сөйлесетін влогтарымды көріп, коммент жазып, мені қолдап жатқандарыңызға көптен көп рахмет. Мен айтып жатқан нәрселерім адамдарға бір пайдасы тиіп жатқанын көргенде мен одан сайын көп жасағым келеді, көп айтқым келеді. Кейбір жерлерде өзім ресерч жасап, жаңағыдай зерттеу жасап, соны сіздерге жеткізіп, бар білгенімді сіздермен бөлісіп отырғым келеді. Егер де сіздерге ұнап жатса, достарыңызға, басқа да мүмкін видеоблогерлерді көрген жақсы көретін адамдар болса, онда менің арнамды оларға айтсаңыздар, сілтеме жіберсеңіздер екен деймін, өйткені тезірек қашан менің көрермендер саным 10 мың болады деп мен күтіп жүрмін. Сол себепті маған көмектесіңіздер, бірге сол санға жетейік, бірге сіздермен бірге өсейік. Сонымен бүгінгі видеоның тақырыбына байланысты, бүгін мен сіздерге спорт жаттығулары жайында айтам, яғни мен өзім қалай жаттығамын. Күн сайын емес, күн ара жаттығып отырамын мен, немесе аптасына 3 рет, кейде тіпті 2 реттен болса да, бірақ әйтеуір аптасына 1 рет болса да мен жаттыққанды жақсы көремін. Көп жаттықпай қалсаң, денең балқып, босап, өзіңді бір жайсыз сезіне бастайсың, ол шындық. Видеоның тақырыбы неге? Спорт арықтау ма деп қойдыңыз десеңіз, онда меніңше көп адам спортқа арықтау үшін барады. Яғни тез арықтағысы келеді, спортқа жазылады. Мен көп жүгірсем, немесе көп жаңағыдай штанга көтерсем, мен тез арықтаймын деп ойлайды. Бірақ бір өкініштісі, ескі біреу қаққан сияқты болды. Сіздерге менің жаман жаңалығым бар, өкінішке орай, ол олай емес. Сіздер тек қана спорт арқылы арықтай алмайсыздар. Өйткені спорт тек қана біздің бүкіл адамның арықтау процесінің 20%-нан ғана жауап береді. 20% ол сол дене шынықтыру, дене жаттығулары, спорт. 5% ол біздің миымыздың жұмыс істеуі, миымыздың тез сигнал беруі, позитив дейді ғой. Сондай нәрселер де өте қатты стресстің болмауы, сол нәрселер де әсер етеді. Және де 75% ол тамақтану. Біздің арықтауымыз тамақтануға байланысты. Егер де сіздер столдың үстінен қарныңызды толтырып шыға алмайды болсаңыздар, бірақ спортқа барсаңыздар, онда бәрібірде сіздер арықтай алмайсыздар. Сол себепті ең бірінші нәрсе ол біздің тамақтану тәртібіміз. Бірақ тамақтану жайында мен міндетті түрде сіздерге видео түсірем, қалай тамақтанатынымды, қандай дұрыс тамақтануға көшкенім жайлы. Мүмкін сіздермен бір рецепттермен бөлісетін шығармын, оның барлығы алда болады, қорықпаңыздар. Бәрібірде 20% ол спорттық жаттығуларға байланысты. Сол себепті сол 20%-ды өткізіп алмаңыздар. Бізге спорт не береді? Спорт бізге өз-өзімізді жақсы сезінуге, тонуста ұстауға, энергия алуға, өзіміздің денемізде өз-өзімізді қолайлы ұстауға, комфортный дейді ғой, чувствовать себя комфортно в своем теле. Осы нәрсені береді, яғни уверенность, өз-өзіңізге сенімділікті береді. Бүгінгі видеоны мен сіздерге тренажер залда қалай жаттығатыным жайлы айтқым келіп отыр. Барлықтарыңызға кеңес беремін тренажерлы залдарға жазылуға. Бірақ егер де мүмкіндіктеріңіз болмаса, уақыттарыңыз болмаса, онда келесі видеода оған дейін мен тренажерный залға бармай-ақ спортпен айналысатын, аулада айналысатын, сол жағын қалай жасайтынымды сіздерге көрсетемін. Ал бүгінгі видео сол тренажерный залдың ішіндегі видео болады. Ең бастысы, спорт бастайтын кезде сіз оны бір үлкен іс деп көрмеңіздер. Білмеймін, бір қиын, оған жете алмайтын, бір сондай үлкен, биік белес деп ешқашан ойламаңыздар. Спорт ол жай ғана тамақ ішкен сияқты оп-оңай нәрсе. Сіздер бір үйреніп алсаңыздар, мысалы тамақ ішпей жүре алмаймыз ғой, сол сияқты сіздің ағзаңыз сол спортқа барып отырады. Тек қана бірінші қадамды жасау керек. Сол бірінші қадам ғана қиын, бір бастап, бір дәмін татып алсаңыздар, өздеріңіз де соны іздеп, өздеріңіз де соған сұранып тұрасыздар. Ал бірінші қадам сізге барып, үйіңіздің жанындағы тренажерный залға жазылыңыз. Соның өзі сізге бірінші қадам болады. Өйткені кейбір жағынан, психологиялық жағынан, сіз бір нәрсеге ақшаңызды берсеңіз, ақша шығарып, шығындап, соған төлесеңіз, сіз ойыңызша психологиялық түрде сол енді бекер беріп тастамайыншы, жарайды, барайыншы деп әйтеуір соны бастайсыз. Сол себепті бас кездерінде, егер де өзіңізге мотивация жетіспесе,
далада айналысуға, үйде айналысуға, онда тренажерный залға барып, ақшасын төлеп барыңыз. Мен де соңғы кезде мотивациям жетіспеді. Бір кездері жақсы айналысып жүрдім, одан кейін жұмыс басталып кетті, анау басталып кетті, содан кейін бір уақытым жоқ деген сияқты қойып кеттім. Яғни үйде айналысқым келмей қалды. Одан кейін үйдің жанынан біз басқа пәтерге көштік. Оның үстіне үйдің жанында менде өте жақсы фитнес, женский фитнес бар екенін көріп, тура үйіміздің қарсы бетінде. Соған мен жазылдым. Нақты барып абонемент сатып алғаннан кейін болды. Сенде сондай бір ішінде желание пайда болады. Барып, соны кетіру керек деген. Мен жалпы тренажерный залдарды қалай таңдаймын, және де сіздерге қалай таңдауға кеңес беремін. Оның өзінің бірнеше критерийлері бар. Өте қатты қымбат, сондай тренажерный залдарға барудың қажеті де жоқ. Әрине, егер де мүмкіндігіңіз болса, ол тек қана жақсы. Бірақ мен үшін ең бірінші басты критерий ол үйдің жанында болу. Орналасу орны. Автобусқа немесе машинаға, таксиге отырып тренажерный залға барасың, одан кейін шығып, оның барлығы сіздің ойыңызда бір үлкен жұмыс сияқты болады. Оның өзін ойлағанда, сіз спортқа бару керек еді деп ойлағанда, ой, жол бар, мынанша сағатым кетеді, Алматыда оның үстіне пробка бар деп ойлайсыз да, ой, қойшы дей саласыз. Сол себепті ең жақсы нәрсе ол жаяу бара алатын тренажерный зал болсын. Көшенің ар жағында екі көше болсын, әйтеуір жаяу бара алатын болу керек. Одан кейін екінші критерий ол жақсы тренажерлық құрылғылар болу керек, жаттығатын құрылғылар. Және де қыздар үшін маңыздысы тек қана сондай штанга, ауыр темір терсек құрылғылар емес, ол фитбол мысалы, және де әдемі жақсы ковриктер, өйткені соңында біз растяжка жасаймыз мысалы. Сондай қыздардың фитнесіне арналған заттардың болғаны дұрыс. Және де үшінші нәрсе ол душ. Қарапайым душтың болғаны дұрыс. Әрине үлкен фэнси сондай фитнес залдарда спа болады, жаңағыдай сауна болады, олар әрине керемет. Менің уақытым көп кезде, студенттік кезімде сондай фитнестерге баратынмын, сол жерде 1 сағат, 2 сағат жоқ болып кететін. Ал қазір енді әрине жасана болғаннан кейін тез-тез барып, тез-тез жаттығып, тез-тез қайтып кеткім келеді. Сол себепті қарапайым душ маған жетеді. Болды, сол ғана критерийлер, басқа ондай қатты ештеңке керек емес. Әрине, ондай қарапайым залдардың бағасы да негізі жақсы төмен болады. Өзімнің жаттығуым үшін маған 40-45 минут күніне жеткілікті. Біраз адамдар білем, мысалға, мен келген кезде жаттығып жатады, мен кеткеннен кейін ол адамдар әлі жаттығып жатады, кейбір қыз-келіншектер. Енді мүмкін бір жағынан олардың уақыты бар, көбірек олар өз-өздеріне уақыт жұмсай алады. Бірақ білмеймін, менің өзімнің жеке пікірім 2-3 сағаттай айналысып жүрудің қажеті жоқ. Өйткені сен өзің білесің, менде 2 сағатым бар дейсің де, кішкене жаттығасың, одан кейін телефоныңда отырасың. Ал четко өзіңе 1 сағатта жаттығып шығам деп өзіңе нақты сондай мақсат қойсаң, сен сол 1 сағаттың ішінде көп нәрсе жасай аласың. Мен мысалы кірген кезде телефонымды сол раздевалкаға қалдырам. Одан кейін шығамында 5-10 минуттай жүгіремін. Әрине, егер де сіздер тез салмақ тастағыларыңыз келсе, онда көп жүгіру керек болады. Менің енді кішкене жүгіретім сол 5, кейбір кезде уақытым көбірек болған кезде 10 минуттай жүгіремін. Яғни кардио жасаймын. Одан кейін негізгі жаттығуларыма бір 20-30 минуттай кетеді. Одан кейін соңында тағы 5-10 минуттай пресс жасаймын. Әрине уақытыма байланысты. Егер де уақытым көбірек болса, онда көбірек пресс жасаймын. Сөйтіп душқа түсем 10-15 минуттай. Солай шығып кетем. Яғни менің көп өзімнің жаттығуым сол 45 минут, ары кетсе 1 сағат қана сол жаттығу залында уақытымды өткіземін. Бұл психологиялық түрде сізге сондай бір сигнал беру керек. Ол бір үлкен іс емес, өзіңіздің көп уақытыңызды алмайды. Ол бір шығып дүкенге барып келген сияқты, шығып бір азық-түлік алып келген сияқты. Сондай бір жеңіл іс болып көріну керек сізге. Сол кезде сіз спортты кәдімгідей өміріңіздің бір бөлігі ретінде қабылдай аласыз. Оны тастап кетпейсіз, күн сайын барғыңыз келеді, ол бір жеңіл дүние ретінде қабылдайсыз. Соған жету керек. Тек қана аяққа жаттығу жасайтын, немесе тек қана үсті жағыма жаттығу жасайтын күндерім болады. Бірақ кей кезде комплексный жаттығуларда жасаймын, ол аяққа да, үстіге де, және де сіздерге бүгін дәл сондай жаттығулар комплексін көрсетемін. Ең бірінші айтқанымдай, мен міндетті түрде жүгіремін, яғни жүгіру дорожкасында, беговая дорожкасында 5-10 минуттай жүгіремін. Өзімнің күн тәртібім сондай, мен бір жерде жүгіріп жүремін, дәрменің артынан қарап, солай
онсыз да менде кардио болады. Сол себепті маған кішкене денемді қыздыру үшін 5-10 минут өте жақсы жетеді. Енді жүгірудің пайдасы өте көп. Өздеріңіз де білетін шығарсыздар, иә? Ең бастыларын айта кетейік. Бұл өзі сондай бір уникалды жаттығу, жүгіру деген. Жүгірген кезде сіздің бүкіл бұлшықеттеріңіз жұмыс істеп, қызып, кәдімгідей жұмыс атқара бастайды. Тек қана жүгіруде. Және де сіздің қан айналымыңыз тездетіп жұмыс істей бастайды. Сол қан айналымыңыз тез жұмыс істегеннен кейін сіздің денеңізге кислород өте көп мөлшерде түсе бастайды. Ол дегеніміз өте жақсы. Әрине, және де сіз артық калорий тастай бастайсыз. Егер де қатты тезірек арықтағыңыз келсе, онда сол беговой дорожкада минимум 30 минутта жүгіру керек. Кейбір адамдар 1 сағат бойы сол жерде жүгіріп, терлеп, одан кейін барып қатты жаттығуларға кірісе бастайды. Сол себепті көбірек жүгірген сайын сіздің көбірек калорийда артық салмақтар кете бастайды. Ең бастысы және де маған ұнайтын жері ол ағзаңызда эндорфин бөлінеді. Ал эндорфин дегеніміз ол сізге оптимизм беретін, жаңағыдай бақыт сезімін сыйлайтын өте жақсы гормондар. Мен оны өз басыммен сеземін. Жүгіре бастағанда мен өз денемді сезіне бастаймын. Одан кейін шынымен де жақсы ойлар келе бастайды, позитивный бола бастайсың, оптимист бола бастайсың. Шынымен де жүгірудің пайдасы өте зор. Одан кейін жүгіріп денемізді қыздырып алғаннан кейін мен міндетті түрде арқама жұмыс істей бастаймын. Арқаға жұмыс істейтін бірнеше жаттығулар бар. Ол біріншісі үлкен салмақты көтеру. Яғни арқаңызбен жұмыс істейсіз. Бұл жерде сіздің жұмыс істейтініңіз орта бөлігіңіздегі арқаңыз. Бұл жаттығудың алдыға қарай жасайтын түрі бар, яғни алдыға қарай тартасыз, бірақ ол жаттығуды сіздерге кеңес бермеймін, өйткені ол жаттығу кезінде сіздің кең иығыңыз жұмыс істей бастайды, яғни иығыңыз кеңейе бастайды. Ал артқа қарай жасап басыңыздың артына жасайтын болсаңыз, жаңағы үлкен салмақты, онда сіздің орта арқаңыз жұмыс істей бастайды, орта арқаңыздың бұлшықеттері. Ол деген қыздар үшін өте жақсы. Бүгілген арқаға кішкене осанкаңызды түзейді, өзіңіздің арқаңызды түзулеп, сіздің арқаңыздың бұлшықеттерін жақсы жұмыс істете бастайды. Менің жалпы осы жаттығу залына келгенімнің де бірден бір себебі ол арқамды түзету үшін. Өйткені ол бүкіл жас аналарда бар проблема, бала туылғаннан кейін сен оны көтеріп жүресің, дұрыс көтермейсің кейде, бір былай беліңе салып, сол мен өте жаман проблема, өте жаман әдетім, енді өте ыңғайлы поза. Бірақ сол позадан сенің арқаң ақырын қисықтана бастайды. Сол қисық арқа одан қатты қисайып кетпес үшін мен сол жаттығу залына барып, ең бірінші сол арқаға жасайтын жаттығулар жасайды. Келесі өте танымал тренажер, ол гиперэкстензия деп аталады. Ол сіз жаңағы кеудеңізге қарай тартасыз үлкен салмақты. Ол да сіздің мынау кеуде жағыңызды ашады. Яғни біздің бүгіліп жүргеніміздің бір жаман жері, ол біздің осы кеуде жағымыздың бұлшықеттері дұрыс дамымаған. Сол жаттығу сізге сол кеуде жағыңызға жақсы жұмыс істейді. Барлық жаттығуды 10-12 реттен 3 реттен қайталау керек. Әрине уақытым көбірек кезде мен 5 реттен подход жасаймын. Бірақ енді орташа есеппен 3 рет ол өте жақсы, өте тамаша кез. Бір подход, яғни 12 рет жасап болғаннан кейін барып су ішсеңіз болады. Яғни 30 секундтай демалыс болады. Одан кейін қайттан отырасыз, қайттан жасайсыз. Солай 3 рет айналым жасайсыз. Келесі тағы да бір жақсы жаттығу ол пуловер деп аталады. Яғни сіздер қолдарыңызды жоғары көтеріп, үлкен салмақты қолдарыңызды ұстап, артқа қарай былай көтеріп, қайттан түсіріп отырасыз. Ол жаттығуда сіздің кеудеңіздің бұлшықеттерін ашады және де арқаңыздың да бұлшықеттерін жұмыс істетеді. Келесі нәрсе ол қолымызға үлкен салмақтарды алып, үлкен болғанда ол әр қолымда 4 немесе 5 килограммдық ауыр темірлер. Соларды былай қолымызды көтере отырып жасаймыз. Осы кезде тағы да сіздің сол арқаңыз жұмыс істейді және де арқаңыз түзулене бастайды. Енді келесі жаттығулар кезегі ол біздің астыңғы бөлігімізге кезетін жаттығулар. Ягодицы дейді ғой. Сол тазовый, бедры, аяғымыз, сол барлық бұлшықеттерді жұмыс етуге арналған жаттығулар. Негізі көп адам ойлайды, артқы бөлігімізді біздің, яғни качать ету дейді ғой, артқы бөлігімізді үлкендету үшін жасаймыз деп. Бірақ ол қате ұғым, яғни Ким Кардашьян сияқты мен өзімнің артқы жағымды солай жасағым келеді деп көп қыздар қазірде өте танымал болып кетті. Я сол артқы жақтарын ғана жұмыс етіп жатады, сол жерге ғана жаттығу жасап жатады. Артқы жағымызды не үшін жаттықтырамыз?
Оның барлығы біздің мына каркасымызды ұстап тұрады. Яғни біздің арқамыздың түзу болуы. Белімізге артық рет салмақ жұмсамаймыз сол кезде. Беліміздің ауруы сол біздің артқы жағымыздың әлсіз болуы. Сол себепті де әрине артқы жағымызды, енді ягодицы дейді, оны білмеймін қазақша қалай айтатын, сол жағымызды бұлшық еттерін әрине біз де жаттықтырамыз. Ол үшін өте тамаша жаттығулардың бірі, ол әрине отыру, аяқпен отыру. Бірақ бұл жерде арқаңыз түзу болу керек. Сол үшін мен сол жаттығу залындағы фитболды қолданамын. Бұны маған сол жаттығу залындағы тренер айтып берген болатын. Арқаңа қойып, ең басында техникасын дұрыс жасау керек. Арқаңызға қойып, сол фитболды былай итеру арқылы сіз отырасыз жерге. Сол кезде сіздің арқаңыз қисайып кетпейді. Келесі жаттығу, қолымызға жаңағыдай 5 килограммдық темірлерді алып алып, бүкіл зал бойынша аяғымызды бүгіп отырып жүру. Яғни бір тіземізді бүгеміз, бір тіземізді артқа қоямыз. Солай сіздер жүріп отырасыздар. Осылай да 10 реттен ары бері жүріп өту керек. 3 айналым жасаймыз. Келесі өте тамаша тренажер. Ол аяғымызды бүгу, яғни өзіміз жатамыз, аяғымызды өзімізге қарай бүгеміз. Бұл жерде ең басты нәрсе акцентті табанымызға қоямыз. Яғни тура табанымызбен, яғни тобықпен үстіге қарай тартамыз аяғымызды. Аяғымызды да, белімізді де, артқы бөлігімізді де жақсылап бұлшық еттерін жаттықтырып алдық. Енді прессімізді жаттықтырамыз. Прессіміздің бұлшық еттерін дамытамыз. Ол үшін бірнеше жаттығулар бар. Ең қарапайымы ол әрине үсті жағымызды, ішімізді үстіге қарай көтеру. 10-15 реттен, 20 реттен қашан ішіңіз қатты ауыра бастайды, сол кезде тоқтасаңыз болады. Енді тағы да бір өте тамаша жаттығу, мен оны бұрында пилатеске барып жүргенде жасайтынмын. Осы фитболды аяғыңызбен көтеріп, қолыңызбен алып, қайтадан қолыңызбен аяғыңызға беріп, солай бірнеше рет жасайсыз. Өте тамаша жаттығу. Келесі бір жаттығу, ол аяғыңызды жоғары көтеріп, бірге қосып, тағы да денеңізді үстіге қарай көтере бастайсыз. Және де мен өте сүйікті жаттығуым осы пресске. Онау екі жақтағы пресстеріңізді дамытуға өте жақсы. Аяғыңызды қойып, денеңізді кішкене сәл көтеріп, екі жаққа кезек-кезегінен бұрыла бастайсыз. Өте жақсы пресстеріңізді қатайтады. Және де тағы да бір жаттығу, яғни аяқ киімімізді шешіп, сол ковриктерге келген кезде мен жасаймын. Иттің позасы дейді ғой, кейбіреулер мысық позасы дейді. Сол позаға тұрып, арт жағымызда аяғымызды кезек-кезегімен көтереміз. Бұл да айтпақшы біздің сол артқы бөлігімізді жасауға, дамытуға өте керемет жаттығу. Бұны мысалы үйде де жасасаңыздар болады. Соңында міндетті түрде мен кішігірім растяжка жасаймын. Өйткені бұлшық еттердің барлығын жақсылап қатайтып, бұлшық еттердің бәрін дамытып алғаннан кейін міндетті түрде растяжка керек. Растяжкаға да бір 2-3 минуттай бөлсеңіздер өте керемет. Ол үшін неше түрлі йоганың элементтері бар, неше түрлі растяжкалар жасап тұрыңыздар. Және де жаттығулардың арасында да мен әрдайым өзімнің белімді тартып жерге қарай неше түрлі сондай растяжка элементтерін жасаймын. Сіздерге кішкене де болса мотивация бердім деп есептегім келеді. Өйткені спорт деген ол керемет. Егер де өміріңіздің бір бөлігі қыла алсаңыздар, ол тіптен өте жақсы. Спортпен айналысыңыздар, бірінші қадам жасаңыздар, одан кейін өздеріңіз де сұранып, іздеп, уақыт тауып барып тұратын боласыздар. Мен сіздерге оны сенімді түрде айтам. Егер де сұрақтарыңыз болса, пікірлерде жазыңыздар. Басқа да қандай видеолар көргіңіз келеді, сол жайында да өз пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар. Мен әрқашанда сіздердің сондай сұрауларыңызды қарап отырамын. Келесі қандай видео түсіру керек деп өзімнің жаңағыдай күнделігіме жазып отырамын. Сол себепті ұялмаңыздар, пікірлеріңізді жазыңыздар, видеомен бөлісіңіздер. Сіздерді қатты жақсы көремін. Сіздермен болған мен Айжан. Inside my bones, it goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. Жақсы жаттығу ол пуловер деп аталады. Пуловер. Келесі тағы да бір жақсы жаттығу ол пуловер деп аталады. Яғни сіздер қолдарыңызды жоғары көтеріп, үлкен салмақты қолдарыңызды ұстап, артқа қарай былай көтеріп, қайттан түсіріп отырасыз. Бұл акцентті аяғымыздың табанымызға қоямыз. Бұл жерде ең басты нәрсе акцентті табанымызға қоямыз. Яғни табанымыздың ұшымен, яғни тура табанымызбен, яғни тобықпен үстіге қарай тартамыз аяғымызды.